Бәріне сәлем, мен атым Ақерке, мен шар бизнесімен 5 жыл айналысып келем. Жалпы мен гели мен шар үрлеуден бастаған едім. Соны бүгін көрсетейін деген едім. Жалпы шар бизнесін бастау үшін қандай құрал жабдықтар қажет екен? Қазір айтып кетем. Ең бірінші насос сатып алу керек. Ол осындай насос. Мощный да болады, осындай да ала беруге болады. Оның бағасы 4000-нің шамасында Каспий магазиннен сатып алуға болады. Келесі, шар бизнесін бастау үшін осындай обработка жасау керек шарға. Бұл шардың ұшу уақытын көбейтеді да. Мысалы, обработка жасамасақ, шар 5-6 сағат қана ұшады. Ал обработкамен шар 7 күнге дейін ұшуы мүмкін. Сосын шардың өзін сатып алу керек, 12 дюйм осындай. Оның көп фирмалары болады. Ең жақсы фирма гелиға қажет ол Simpertex деген фирма. Осындай фирма. Осы Simpertex фирмасының шарын алсақ, бірақ болмайды, сосын ұзақ ұшады, және де үрлегенде үлкен әдемі болып үрленеді да. Міне қарайық, 12 дюйм шарда үрлегенде күшті үлкен болып үрленеді. Сонымен қоса шар бизнесін бастау үшін гель баллон керек та. Гель баллон осылай көрінеді. Бұл баллон, ең алдымен баллон сатып аласыздар, сосын гель біткен сайын баллонды ауыстыра бересіздер. Бір баллон сізде қалады. Гелидің бағасы әртүрлі, қазір шамамен 105 000 шамасында. Және де жеке баллон сатып алу керек болады, ол 30 000 теңге тұрады. Сонымен гели бизнесін бастау үшін 135 000-ға баллон сатып алу керек, осындай насос сатып алу керек, және де обработка. Обработканың бағасы 2-3 000 теңге. Көп шарға жетеді. Мынаны түгелі 100-150 шарға жетеді. Ең алдымен шарды үрлеу үшін біз осылай обработка жасаймыз. Бір рет бассаңыздар жетеді. Сосын осы ішінде құйылған массаны осылай орналастырамыз бүкіл шардың ішіне. Мынаны жағып болғасын, біз оны тексеру керекпіз. Бірақ бар ма, жоқ па. Сосын жаңа біз тексеріп алдық қой, осындай насоспен тағы да тексеріп аласыз. Сосын осы шарды байлау үшін лента керек. Лента осындай атласный болады, 1 сантиметр немесе одан да кіші лентаны сатып алуға болады. Қазір көбінесе атласный лентаны қолданады, себебі фотода бәрінде әдемі бұл. Осылай 1 метрдей өлшеп аламыз, екі қолды осылай ұзартып. Сосын қайшымен кесеміз. Лентамыз дайын. Енді шарды аламыз. Фуксия түсінде. Баллонға жақындаймыз. Баллонмен қоса редуктор сатып алу керек. Осындай оның редукторы болады өзінің. Шар сататын жерден сатып алуға болады баллонды алатын кезде. Шарды кигіздейміз де үрлейміз. Үрлегенде осылай үрлеу керек. Кішкене груша болайын деп жатқан кезде тоқтау керек та, бірақ размері үлкен болған жақсы. Сосын осылай байлаймыз. Бір бармаққа кигіземіз да, астынан өткіземіз. Қаттырақ байлап аламыз. Сосын астына лентаны байлаймыз. Міне, осындай шар болады. Бұл Simpertex фирмасының шары. Алған кезде Simpertex немесе Decabal фирмаларын алған жақсы. Қытайдың фирмасын сатып алсаңыздар,
ол бірақ болуы мүмкін, және осындай әдемі үлкен болып үрленбейді, кішкентай болып үрленеді де, сосын жалобалар болуы мүмкін. Сол себепті жақсы тексерілген фирманы сатып алған жөн. Оның көп оттенкасы болады, міне 80-ге жуық оттенкасы бар екен. Осы каталогтан көруге болады. Міне розовыйдан бастап осындай нежный сиреневый түске дейін бар екен. Сатып алған кезде біз стандартный 12 дюйм шар сатып алу керек боламыз. Осы гелиді үрлеу үшін 12 дюйм шар сатып алу керек. Сонымен тағы да олар бөлінеді ішінде. Мысалы 5 дюйм деген болады. 5 дюйм деген ол кішкентай, оны фотозонаға қолдануға болады. Осындай. Кішкентай болып үрленеді. Осындай. Сосын одан кейін 9-10 дюйм деген болады, бірақ оны көп қолдана бермейміз. Сол 10 дюймнан кейін 12 дюйм. Оны міне осындай гелевый шарға қолданамыз, фотозонаға да қолданамыз. Сол 12 дюймнан кейін 18 дюйм барады. 18 дюймді үлкен фотозонаға немесе үлкен неге қолдануға болады. Үлкен шарды қымбатырақ сатып қолдануға болады. Ол осындай үлкен болады. Осы шарды үрлегенде мына жерге надпись жасауға болады. Оны міне айтып кеткендей, осындай шардың түрлері бар. Ол жайлы мен келесі сабақта тоқтаймын. Және сонымен қоса фольга шар болады. Фольга шарды келесі сабақта үрлейтін боламыз. Сонымен қоса осындай конфеттилерді ақ шарға қосуға болады. Соны келесі сабақта көрсетемін. Қандай да жұмысты бастау үшін алдымен өзімізге сенімділік қажет, және де қолдау керек. Қолдау болмаса, немесе ойланып жүрсеңіздер осы бизнесті бастауға, бізде осы парақшаның астына WhatsApp ссылка қоямыз. Сол WhatsAppпен өтуге болады. Бізде онлайн курс бар. Сол курсты алып, толығырақ осы информацияны білуге болады. Ал жақсы, осымен осы сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Біздің каналымызға келіп қойыңыз.